Еркелетіп жанымды, сыйладың гүл бағыңды, жүрек сезім жамылды арай. Аппақ арман тілегім, сен аңсайды жүрегім, бақытыма жүремін балай. Махаббаттың куәсі түн-ай, жарығысың жанымның шын-ай. Өміріме сен бердің шырай, мен өзіңді сүйемін құлай. Сағыныштың самалы сен деп қана соғады, от құранып жанамын солай. Көңілімнің көнемі, кеудеме кеп түнедің, бірге біздің жүретін жолай. Махаббаттың куәсі түн-ай, жарығысың жанымның шын-ай. Өміріне сен бердің шырай, мен өзіңді сүйемін құлай. Сен ешкімге бермеймін, сұрамасын, сұрамасын жанымның мұнарасын. Маған сені тәңірдің өзі берген, бейіште періштелер жылағасын. Мен сені көкте күнге қызғанамын, сезілеме жүректің мұздағаны. Мұны бас дүниеде күнәсі жоқ, тәңірдің сүйіктісі біз ғанамыз. Біреу менің көзімнен байқар күзді, мен сені ұмытуға қауқарсызбын. Имандылық заңдарын бұзған бұлар, жүзік екен пенде деп айтар бізді. Айта берсін, құлағыма ол сөзі деле алмаймын, себебі мен сезімсіз жүре алмаймын. Өзгелерсіз күн кешсем өкінбеймін, ал өзіңсіз өмірде сүре алмаймын. Талай жылдарды жоғалтты, бекер кетті қаншама көп уақыт. Адастырды бақыт, біздер мұңға батып. Неге сонша сүюге қорықтым, шын сүйгендер бақытты сонықты. Сұлуын көріктім, сен маған жолықтың. Сүйгенім боп жазылғасың менің бағыма, жалғыз қалдырма. Тәңірге мен шүкір еттім бүгін тағы да сенің барыңа. Біздің сезімнің мәңгілік екеніне мен сенгім келеді. Сенің жанарыңнан шынайы махаббат маған керегі. Жүрегімді бергім келеді, бақытыңды көргім келеді. Шын сүйемін
tek özünde sebebi. Men sevgende süymeydi sen eşkim. Bul mahabat sezimge sebepşin. Erekşe böleksin. Sen mağan gereksin. Sen sezimde terbetkenmen edin. Bir özüngsün yürektin jan elmem. Gaşığım edemem. Sen menin alemem. Sügenim bop жазылғасın менің бағыma. Енді meni жалғыз қалдырма. Тәңірге мен шүкір еттім бүгін тағы да сенің барыңа. Біздің сезімнің мәңгілік екеніне мен сенгім келеді. Сенің жанарыңа шынайы махаббат маған керегі. Жүрегімді бергім келеді, бақытыңды көргім келеді. Шын сүйемін тек өзіңді себебі. Біздің сезімнің мәңгілік екеніне мен сенгім келеді. Сенің жанарыңа шынайы махаббат маған керегі. Жүрегімді бергім келеді, бақытыңды көргім келеді. Шын сүйемін тек өзіңді себебі. Bizning avvalda şapalaq uruşib tamada chiqqanda assalomu alaykum arqalar. Assalomu alaykum tördегі akelerge, aziz analarga, asqarta ağalarga, altın құрсақты әшелерімізге, апаларымызға ұлы қуаныштарымыз құтты болсын. Дүйсенбаев Төрәулетінде бүгін беткейіне береке, құшағына құт қонған, мағынасымен мәні, салихасымен сәні жарасқан дүбірлі кештің куәсі болмақпыз. Ендеше бүгінгі тойға қош келдіңіздер, бір шапалақ ұрып қойыңыздар, қаттырақ дауыстарыңызды естейік. Тойыңыз болсын! Ахметқали әкеміздің ұлы үйленді деп топ Алматы шаһарынан келіп қалдық ауылдарымызға. Ат көлік аман есен келдік, Аллаға мың-да-бір шүкір. Бүгін қасиетті жұма, күнтізбеде жұма күні аптаның сұлтаны, әкеміз ағайын туысқанның басын қосып, ел мен елді қосып, егіз қылып, көл мен көлді қосып, теңіз қылып, осы әулеттің текті ұлы, ысты елінің бұрымды қызымен қол ұстасып, ата жолын алға тартқалы тұр. Ендеше бүгінгі жастарымыздың қадамы оң болсын, ырыстары мол болсын деп, біз тойымыздың төріне жаңа құдаларымызды, патша құдаларымызды, хан құдаларымызды құрметімізді көрсетіп, шашуымызды шашып қарсы алсақ. Жаңа құдалар! Барша құда-құдағилар! Ең мәртебелі меймандар! Ән саламын, қуанамын, келді ағайын құдаларым, қарсылая сұлап жоғалар. Ән саламын, қуанамын, келді ағайын құдаларым, қарсылая
Medeniyet ve edebiyеттің ортасынан келген біздің жаңа құдаларымыз, өрістеріңіз кеңейгені құтты болсын. Құда болғандарымыз құтты болсын. Төрлеріңіз құтты болсын. Қыз қонақ, қыз қадір, қыз қасиет дейді. Мінекей қылықты қыздарымыз серуен ғұмырда серігін осы ауылдан тапқан екен. Ендеше бүгінгі қыздарыңыз бақытты болсын. Қазақ айтады, биік тау жырасымен ажарлы болса, сүйікті ел құдасымен ажарлы дейді. Біздің әкеміздің әулеті, біздің Гүлбағила мамамыздың әулеті әрине сіздермен ажарлы. Ажарлы құдаларға тағы бір қол соғып қояйық. Қалам құтты болсын. Жастарымыз келді ма? Мәдениетті азамат әулетке келіп түсіріп, барлығымыз марқайып, шалқайып, қуанып жатырмыз. Келін құтты болсын, апа. Мамамыздың қолы зарып жатыр. Құдалы болып жатыр әкеміз. Аллаға мыңда бір шүкір. Карантин дейді, оны өткіздік. Шектеу дейді, оны өткіздік. Барлығын өткізіп, мінекей сонша күткен тойымыз. Бүгін Аллаға шүкір, дәм беріп сіздердің ауылдарыңызға келіп жатырмыз. Енді ұлдарыңыз бен келіндеріңіз дайын болса, бірінші Алланың нұрымен, екінші пайғамбарымыздың шапағатымен, үшінші сіздердің шапылдаған шапалақтарыңызбен, төртінші қазағымыздың жар-жарымен барлығымыз білеміз. Сол жар-жармен орнымыздан тік тұрып, қошеметімізді мық тұрып, бір жақсылап тұрып қарсы алайықшы. Төлегеннің інісі мәдениет, қыз жібектің сіңілісі Бағила! Отты шағым жар-жар, келеден екі жас. Отты шағым жар-жар, осы бірге алайық. Отты шағым жар-жар, келеден екі жас. Отты шағым жар-жар, үлкенімнен ауылым. Жасымында жар-жар, жас келінді көруге, асымында жар-жар. Үлкенімнен ауылым, жасымында жар-жар, жас келінді көруге, асымында жар-жар. Болсын тойларың, замандастар жар-жар, жаңалыққа жар бол, қадамдастар жар-жар. Мәдениеттің тойы мәдениетсіз өтсе ұят болар, Мәке қызымыз құтты болсын. Алматы шаһарында өткенде тойда болыпсыздар, құттықтай алмадым. Мінекей дәм беріп ауылымызға келіп жатырмыз. Бағила қадамыңыз құтты болсын. Табалдырықтан биік тау жоқ дейді қазақта. Атталып жатқан табалдырығымыз беткейіне береке, құшағына құт қонған есімдері Балқаш, Саршаған ғана емес, бүкіл Алаш, бүкіл қазақ елі білетін әулеттің табалдырығын аттап жатсыз. Өйткені бұл әулетте мынандай асқақтау әкеміз бар, мынандай ақ жаулықты анамыз бар, жасы 100-ге келген алтын құрсақты әзиз жанымыз бар екен. Сол әулеттің табалдырығын аттап жатсыз. Ләйім ер азаматыңыздың бағын еселеп, бақытты баянды ғұмыр кешуді Алла нәсіп етсін. Мына ағайынның барлығы тілектес. Үйленген рахат па екен? Мәке, біраз күттік қой. Папамыз кеп айтты ғой, ой, бұл тойды біз біраз күттік қой, сағынып күттік қой, аңсап күттік қой. Мінеке Аллаға шүкір, бұл күнге де жеттік. Көрінген таудың алыстығы жоқ дейді. Енді ағайын жастарда сіздер жайғасқаныңыздар я? Апа отырмасаңыз болады, мәдениетті алып келдік қой оқтар апа. Осы мәдениет үйленді ғой, естіңіздер ме? Мәдениеттің және де Бағиладай келіндеріңіздің қазір заңды түрде еліміздің іргесіне жас отау, жас мемлекет, жас отбасы деп үй ішінен үй тігіліп жатса, ел іргесіне тағы да бір жас отанды тіркейтін осындағы Ақаш бөлімінен келіп отқан Жанат ханымды ортаға шақырайын. Жастарды заңды түрде неке куәлік, неке жүзіктерін алмастырып, кешімізді жалғайтын болады. Жанат.
Армысыздар, ардақты ағайын. Құрметті екі әулеттің, екі шаңырақтың туған туысқандары. Берекелі күннің еншісіндегі мерекелі тойларыңыз, салтанатты қуаныштарыңыз баршаңызға құтты болсын ағайын. Қос әулеттің ардақтан өсірген ұлы, аялап өсірген қызы сезімдері жарасып, бүгінде отау құруда. Ендеше сәні мен салтанаты жарасқан ұлан асыр дүбірлі тойдың ең бақытты жанын қошеметпен орта қалдырайық. Салтанатты түрде ресми неке қию рәсіміне Қазақстан Республикасының азаматтары Дүйсенбаев Мәдениет Ахметқалиұлы, Бердібекова Бағила Опабекқызы шақырылады. Өмір тойы, көңіл тойы үйлену. Үйлену ол мәңгі көктем күйгені. Жас отаудың қабырғасы қыланып, неге тағы да бір үй келу. Қымбатты жас жұбайлар, бүгін сіздер үшін ең бақытты да маңызды күн. Біріңіз әке, біріңіз ана болар болашаққа адам бастыңыздар. Қол ұстасып, өмір атты кітаптың беттерін бірге бастайсыздар. Осындай жауапкершілігі мол, салмағы ауыр адамның алдында сіздерге бірнеше сұрақ қоюға рұқсат етіңіздер. Құрметті қалыңдық Бердібекова Бағила Опабекқызы, сіз Дүйсенбаев Мәдениет Ахметқалиұлына өмірлік адал жары болам, азаматымды сыйлаймын. Арамыздағы адал сезім, махаббаттың отын ешқашан сөндірмеймін. Ортақ ұрпақ өсіріп, бірге тәрбиелейміз. Өмірдің ащысы мен тұщысын, Алла берген барлық күндерін жан жарым мәдениетпен бірге көрем деп шешім қабылдадыңыз. Бүгін қос бірдей ата-анаңыз, туған туыс, ағайын осы қуанышқа жиналған барлық куәгерлердің алдында бұл шешіміңізді растайсыз ба? Қошемет ағайын. Қымбатты күйеуші Дүйсенбаев Мәдениет Ахметқалиұлы, сіз Бердібекова Бағила Опабекқызына өмірлік адал серік болам, алақанымды аялаймын, еркелігін көтеремін, өмірдің қай сәті болмасын, Құдай қосқан қосағын Бағиламен бірге көремін, жетістікке бірге жетемін, ортақ ұрпақ өсіріп, бірге тәрбиелейміз деп шешім қабылдадыңыз. Бүгін дос жаран, туған туысқандардың осыншама қуанышқа жиналған ағайын жұрттың алдында бұл шешіміңізді растайсыз ба? Қошемет. Ендеше сеніммен құрған некелеріңізді заңдастыру үшін Приозерск қаласының жас жұбайлары неке тіркеу кітабына келіп, қол қоюларыңызды сұраймын. Келіңіздер. Неке қиған жүзікті мәңгілікке сақтайды дейді. Бұл неке жүзіктеріңіз бір-бірлеріңізге деген адал сезім мен пәк махаббаттың белгісі. Ендеше
Екінші, неке жүзіктеріңізбен емес, жүректеріңізбен мәңгі бірге болыңыздар. Неке жүзіктеріңізбен алмасуларыңызды сұраймын. Браво! Бүгін қараша айының 26 жылдызы 2021 жыл. Балқаш көлінің жағалауында Прозерск қаласының төрінде екі жас шаңырақ көтерді. Ендеше күміс той, алтын той, гауһар той, ең бастысы Аллам сіздерге бесік тойды көптеп көруді нәсіп етсін деген әдемі тілекпен отбасының отағасына Мәдениет мырзаға алғашқы отбасылық құжат неке қию туралы куәлікті табыстауға рұқсат етіңіздер. Құрған жаңалықтарыңыздың терезесі тең, үбірлі, шүбірлі болсын. Бақытты болыңыздар. Дәл бүгінгі сәттен бастап мәдениет бойлақтық пен мәңгілікке қоштасты! Ал жастар, енді бір семья, бір отбасы, бір отан болдыңыздар. Енді бірге қол ұстасып, бір мақсатпен, бір бағытта, бір арманмен ғұмыр кешерсіздер. Жаңа айтылған секілді 25 жылда күміс той, 50 жылда алтын той, 75 жыл гауһар той, бриллиант тойға жетуді Алла нәсіп етсін. Тұғыры биік дастарханның төріне бүгінгі кешіміздің жұлдыздары Мәдениет пен Бағиланы шақыруға рұқсат етіңіздер. Аллах тәуекел, жастар бақытты болсын. Тамырына сіңген бата деген киелі қағидамен өсіп өнген бүгінгі мәдени іс-шараның басын бисмиллахир-рахманир-рахим деп енді дастарханға кіріп кетіппіз. Ештен кеш жақсы, төрттен бес жақсы дейді. Әулеттің төріндегі үлкеніміз Ахмедияр ағамыздан, әкемізден бисмилля деп бата алып, тойдың томағасын сұрайық. Ахмедияр әкемізден бата сұрайық. Аузы дуал әкелерден тойдың ақ батасы болмасын. Бай дәулетін берсін, пайғамбар берекесін берсін. Ат мінсе жел тығып берсін, келіп берсе келіп тығып берсін. Халидің ұлдары ұлықты болсын, қыздары қылықты болсын. Менің сұрағаным осы үйді бірақ берсін. Әумин айтқаныңыз келсін. Ал ардақтар ағайын, енді мінекей тойымыз ашылды. Құрт бауырсақ шашылды, ауылымыздағы дәміне тамақтан, сусыннан, қымыздан, қымыраннан алып отырайық. Бүгін Мәкен үйленді деп, бөрігін аспанға лақтырып келген осындағы жыра жолдастар, замандас құрдастар, алдымыздағы тамақтан, салаттан алып отырайық. Бүгін барлығы тегін, барлығы бесплатны, барлығы жақсы өтуі тиіс. Мәке жайғасып алыңыздар. Тұғырдағы биік дастархан сіздердің құрметтеріңізге алғашқы биік дастархандарыңыз. Енді жастардың тойында көш көрікті болсын деп бабаларымыз көштің алдына қылықты қыздарды шығарған ғой. Біздің де тойымыз көрікті болсын, қадірлі Шаубалет, сәулет.
Ahmet Kali akemiz ben Gülbakıyla mamamız qanday keremет ya. Mamasında tıbağıyla, eyelinde tıbağıyla. Bizning мәкен biraz аңдып, biraz жерге аралап, іздеп, арнайы тауып келген секілді. Молодец, құсың құтты болсын, мәке, бақытты болыңыздар. Мен шынайы қуаныштымын. Мен Абылай деген осындағы сіздердің құдалардың балалары екен, соның жолдасымын өнердегі. Сол азаматтың атынан енді тойларыңызға келіп қалдық. Бүгін енді Севастықтың жұпараңдаған кеш, бүгін ғаламат кеш, бүгін ғаламат той, бүгін Ақтүйенің қарны ақтарылған күн. Бүгінгі күнде жақсы сөз жарым айтпасақ болмас. Ендеше құстың қанаты қаттаулы болғанмен, мойыны бос, тұлпардың тұяғы қатты болғанмен, белі бос, адамның мінезі қатты болғанмен, көңілі бос дейді. Сол көңілді жылытатын қазақы сөз ғана екен, әдемі ниетіміз ғана екен. Жұма күнде әдемі ақ тілек айтып отырайық, ардақты әлеумет. Әулетіміздің үлкендерін ортаға шақырайын, атадан, ападан сөз тартайық, әжеден сөз тартайық. Осындағы жасы 100-ге келген тойымыздың төріндегі үлкен әжеміз бар, әзиз анамыз бар. Ортаға шақырсам деп тұрым. Нағашы әжеміз, нағашы апамыз, жасы 100-ге келген Тәукер апамыз. Жақсы. Мұхаммед Қали көкемізді, Зейнолла, Рыстай, Ахмедияр, Қарлығаш, Үміт, Әсия, Сүлеймен, Әбдірахим, Бимария, Күлішім, Амантай, Қуаныш, Аидадай үлкендерімізді біз тойдың сахнасына шақырайық. Ақ тілегі тыңдайық, аналық лебіз тыңдайық, әкелік ақ бата тыңдайық, тақия киіп таңдандырған, жаулық тартып жандандырған аналар. Келіңіздер! Ассалаумағалейкум, ардақты ағалар, құрметті әкелер, келін құтты болсын. Қария болған, дәрия болған, балаларымыздың жания болған күні құтты болсын, аға. Мәдениет үйленді деп мінекей, бүт ағайын туысқан, құда жекжат болып, бүгін зәулім сарайды жалда, ыстық ниетімізді, ыстық батамызды алғалы тұрмыз. Ендеше тілекті кімнен бастаймыз? Кім қай жылға? Әжем бастаймы? Мархабат. Бүгін Алла, жасаған жалғыз Алла, тәуба шүкіршілік Алла, Ақтүйенің қарлы жанған күн, көптен күткен сағынған, аңсаған тойымыз күні, Қалижан менен әсем күттім. Мынау бүгінгі келген шаршығанның қонақтары, алыстан келген қонақтар, жақындан келген қонақтар, мен өзім шаршығандан шыққан қыз әйелмін, кәді кемпір болып тұрмын. Барлықтарыңызға қазақтың дәстүр бойынша ассалаумағалейкум деп
sәлем беріп басын дейдім айналайында. Мінекей бүгін көптен аңсаған деп бастырыңыз, аузымды ашып сүйгенім, көзімді ашып көргенім деп міне. Әке дегізген, еркелетіп өсірген, айналайын әкеден осы халге жеткізген. Ана дегізген, балғаймақты жегізген, тал бесікті таянып түнде тұрып егізген дейді. Мінекей әкенің еңбегін ақтап, ананың ақ сүтін ақтап, бүгін қол ұстасып қосқарған ортамызда Балқаш көлінің жағасында, Приозерский қаласында, менің тұңғыш ең алғаш бірінші класс оқыған жерімде мінекей үлкен той болып жатыр, айналайын. Мына құдалар мінекей ашпен түшін танытқан қыз әулие, алыспен жақындастырған қыз әулие дейді міне. Сіздерден қыз бала, біздерден ұл бала, екеуі қол ұстасып, екі елдің арасында жол салып, сіздер менен біздерді құда жекжат қылып жатыр. Сол құдалық отырған төрлеріңіз құтты болсын, айналайын құдалар. Қадаттарыңыз құтты болсын. Енді балаларыңыз жаман жерге келген жоқ, жақсы жерге келді. Қараңғыда жол тауып, қапылыста сөз тауып, білектің күшімен, найзаның күшімен, елім халқым деп елін бөлмеген, жұртты бөлмеген кешегі Ағыбай батырдың ұрпағы, Сыламқұл Ағатай мен Дәу шешеміздің баласы, немересі, Қали менен Дәргүлдің баласы, өзіміздің бауырымыз, балапандарым. Мінекей ортамызда шаңырақ көтеріп, үлкен той болып жатыр. Өткен той мінекей айналайын. Енді кешегі сол әкелеріміздің бүгін Сыламқұл Ағатай мен Дәу Ағатайым, менің балапаным үйленіп, елімнің, халқымның, жұртымның көз көргендердің бәрін басын қосып атырау деп, бір аунап түсіп атқан шығар. Өңір изолмай, түрбаймай дейді, тоқыстардың жатқан жерлері жайлы болсын, топырағы торқа болсын, қараңғы жері жарық болсын, жаны жаннаттан болсын. Бір аунап түсіп атыр ғой, Құдай әруақтары қолдасын, адам өз өлгенмен рухы еш уақытта өлмейді дейді. Сол ағатайымдардың әруақтары үлкен ата бабаларымыздың әруағы қолдасын. Біз кеш айтып атырмыз, ағайынды, төрт ағайынды әкелеріміз болған. Ең үлкені Әлқұл дедік, соғыстың әрі орталарымызға барған Ақсақалдың мынау туған бауы, одан кейінгі менің сол інісінің қызымын кешелі бері таныстып атырмыз. Асылдың тынығы тұтпардың тұяғы балапаным Қалижан, мінекей. Аңсаған тойларына, аңсаған күндеріңіз жетіп атсыңдар. Құдағилар енді мінекей. Қыз өріс, ұл қоныс, келін тыныс дейді. Балаларыңызды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, мәпелеп өздіріп, бүгіндерге телін құрып, бүгіншілердің тынысы қылып атсыздар. Көптің рахмет. Бүгіншілерді енді мінекей балаларын оқытып, қанаттыға қақтырған жоқ, тұмсықтыға шоқтырған жоқ. Оқуын бітірді, оңды солын таныды, қызметін жасады, нандарын жегізді, екі жақтында барлықтарын текеуінде армандарын жоқ, айналайын. Сол енді сіздердің де келген қадамдарыңыз құтты болсын, той бұласа берсін, тойдан Құдай кенде қылмасын. Айналайын қос балапаным, келін жаным, келген жеріңе тастай батып суықтайсың. Ер әйелдің пірі, әйел үйдің қазығы дейді. Еріңді сыйлап, келген жеріңді сыйлап, өзің бақытты болғанша келген жеріңді бақытты қылайын дейді екен. Келген жеріңді бақытты қыл. Келген жерің бақытты болсын, қалыңа, еліңе, еліңе ардақты келін боласың. Бақытты болыңдар. Үйлену деген оңай, үй болу деген қиын. Үй болған соң, ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмай. Ыдыс-аяқ сылдырлағанда сөзбен емес, бірінді бір қас қабақтарының ұғатындай инабатты да, аяулы да, ардақты да, арттардан ерген жастарға үлгі болатындай, тәрбие беретіндей, үлгілі үлкен отауыңыз болыңдар. Тілегім сол айналайын. Енді үй толған бала болсын, тастарқан болған нәсіп болсын. Қалталарың қазіргі заманда доллар деді, қалталарға доллар толы болсын. Халқының еріктерінің барлық батақты неғі бар айтып атырмын, Құдай қабылысын, айналайындар. Ал енді құрметті қалай
Bugün bizden avlette öte kuvvet babatır. Жаңа тәтем сөйлеп кетті, ол кісіден кейін тілек айту өте қиын еді. Ал енді балаларымыз бақытты болсын, жолдары ақ болсын, маңдайлары бақ болсын, бізге ылғи қызық әкеле берсін. Енді кім? Бағила, мәдениет, Бағила, бақытты болыңдар, Бағила шері келген қожа тәтем айтып кеткен қолдан келіп қонған осы жұртыңды, еліңді жақсы сыйла, сыйластық болсын орталарыңда. Құда менен құдағидың арасында, жастардың арасында сыйластық, біріңді бірің сыйласаң, барлық өзінен өзі келіп жатыр. Менің тілейтінім сендерге тек қана жақсылық, бақыт, ауызбірлік, сыйластық жандарым. Бақытты болыңдар. Рахмет айналайын. Құдағылар келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Құда жылдық күйіңізді жылдық деп, құдалықтарыңыз одан әрі жалғаса берсін. Екі бала бақытты болып, ғұмырлары қашық болсын. Ал енді Ахмет Қали деді ғой. Ахмет Қали Бағила. Мәдениет. Сендерге тілеген мына Балқаш көлінде қанша толқын болса, сонша бақыт тілеймін. Ғұмырлары қашық болсын. Шатысы батыр енді. Гүлі бар Бағиланы папаңыз аған. Әдейін Бағиланы өзіңіз алып отырсыз, енді айып болмасын, әкелеріміз. Мархаба. Ал енді мен құдаларға арнап бір ән салып берейін. Ақ қайда, ақпа қайда, шаппа елелеге, қыз қайда, құдашадай, сәулем ай, көзім көрген ай, алыстан ақтелетіп ау, кенеген емеле, айтқызбай ешбір жанғайым, сәулем ай, өзі келген ай, арым ай. Сәулем ай, өзі келген ай, арым ай. Масталтын алтын алтыным, дезінде алтын, адамда сыр болмайды ай, сәулем ай, айтылмайтын ай, арым ай. Сыртынан жүзіне көрем ау, сары айранымен, табылмас нағыз алтын ай, сәулем ай, жарқылдайтын ай, арым ай. Сәулем ай, жарқылдайтын ай,
Бұл ән никогда до конца естімемен. Атам бәрін айтып берді ғой. Рахмет. Алла күш қуат берсін сіздерге. Мархабат. Ал енді мінекей бүгін көптен күткен үлкен той болып жатыр. Мәдениетіміз шаңырақ көтеріп, отау тігіп жатыр. Ахмет Қали, сендердің аттарыңды вообще Қали дейміз, сөйтіп Ахмет Қали, Аска дейміз, сөйтіп Гүлбағила екен. Келіннің аты Бағила екен. Өте тамаша тәйкесі. Мінекей көптен күткен тойларың құтты болсын, балаларың бақытты болсын, осы балалардың қызығына тоймай жүре беріңдер, немере көріңдер, шөбере көріңдер. Ал енді құда-құдағилар, мінекей осы екі жастың арқасында бүгін мінекей құда болып, құда жекжат болып төрге шығып отырсыздар. Адамдарыңызға нұр жаусын, балаларыңыз бақытты болсын. Ал енді мәдениет Бағила, мына көтерген шаңырақтарың құтты болсын, шаңырақ биік, босағасы берік болсын отауларыңның. Өгірлі шүгірлі болыңдар, бақытты семья болыңдар. Өзімнің тұқталым айтады. Тойларың тойға ұлассын деді. Toylarınız kutlu olsun. Ekvalı bahtı olsun. Günler sağ olun. İnsan aklında edilsin. Oğlumuz Yedağısı büyük olsun. Elimiz kalıyla büyükte bir bağımlar olsun. Osmanlı tanık bizi de verir. Бір ауыз өлең айтасыз ба? Только бір ауыз. Ниетіміз айналайын. Мынау ән деген енді шашын болсын. Қазағым қалқын, өнерді салтың, қазақтың ұмытқандар дәстүр салтың-ай. Қиылып қасың, төгіліп шашың, бақ-дәулет бастарыңнан арылмасың-ай. Біз келген мейман кірні жоқ қойған, құдалар таныспаға осындайдан-ай. Біз келген мейман кірні жоқ қойған, құдалар таныспаға осындайдан-ай. Тәбәкелі тақылды болсын, саққыздарыңыз алып қойыңдар. Алып қойың. Құлай сақтаймын. Бағанада айтып еді бір ауыз өлеңді. Баяғыда біз арақ ішкенде өлеңді деп ішеміз. Русский боқтау ағарақ, кім қойды екен бағалап, үстел қачет қосқандау, қарай кірем жымыңдап. Ағарақ, ашуларақ, айбындарақ кетеді-ау, ішем ашуларақ. Ахауайым, ілләлайым, жаратқан, қаша жанда өтір құдайым-ай. Шіркін қайырға кешірім қойыңдар. Былай қарайым таппайым, былай қарайым таппайым, сөйтсем бір адам қалтасына салып қой қайтараққа жақсы. Дауысы қатты шығады ғой. Бар ма тағы өлең айтатын көке? Өлең айтамыз ба? Ол кісі айтам деп бағана айтқан маған негізі. Рахмет, тілек қабыл болсын.
Ниеттеріңіз, пейілдеріңіз, аналық әкелік ниеттеріңіз қабыл болсын, мыңалғыз. Алла күш қуат берсін. Сіздердің бастарыңыздағы, самайларыңыздағы бір тал ақ шаш көп адамның басынан қадірлі ғой. Сол себептен осы әулеттің қадірі, осы әулеттің үлкені өздеріңізсіздер. Ана орыс орғанмен мақтанса, Қытай қорғанмен мақтанса, түріктер киносымен, грузиндер виносымен мақтанады. Қазақ несімен, қазақ дархан даласымен, ақ жаулықты анасымен, Асқар тәуекесімен мақтанады дейді. Біз бұл әулеттің ғана емес, келешек жас ұрпақына біздердің мақтанышымыз ол сіздер. Ендеше бүгінгі тойларыңыз торқалы болып, балаларыңыз бақытты болып, келіндеріңіз келісті, балаларыңыз жемісті болсын. Той боласыз апалар. Аналар қуаныштарыңыз құтты болсын. Баяғыда бір пингвинді алғаш көрген апамыз айтады дейді, шіркін-ай мына қарлығаштың семізін ай деп. Сол сияқты шіркін-ай бүгінгі тойдың кереметін ай деп марқайып шалқайып бір ләззат алып қайтыңыздар. Билет! Құдаларымызды барынша күтіп жатырмыз, күтейік өте дұрыс. Қазақ сияқты құдасын ешкім күте алмайды, қазақ сияқты ешкім қадірлей құрметтей алмайды. Десе де енді мен байқап отырмын, бүгін әзиз жанды аналар көп екен тойда. Көп үйлену тойда ғашықтардың әнімен бастаушы еді, бүгін бір мамалардың әнімен бастайықшы. Барша ақ жаулықты аналарға, Гүлбағила анамыздың құрметіне, Бағила келіндеріңіздің анасының құрметіне, барша мамаларымыздың құрметіне, апа сіздердің құрметтеріңізге бір ән салып берейік. Ән тыңдап отырмын. Солғанша гүлі күзге толы, Ана деп ән салған, кетейін мейлі жүзге толы, сәлемін мен саған. Мәңгі дос сен ғана, абзал руғана, көңілім кең даған. Дарасың сен маған, дарасың сен маған. Мақтанышым, махаббатым, махаббатым сырға. Өзіңсің өмір баршасыда, өмірдің баршасыда. Ай, мама, мәңгі досым, дарасың сен маған, дарасың сен маған. Мақтанышым, кетейін мейлі жүзге толы, бөбекпін мен саған. Ай, ана, мәңгі досым сен ғана, сен маған, дарасың сен маған. Мақтанышым, мақтанышым. Sen bana mақтанышым, махаббатым, мақтанышым, махаббатым, махаббатым. Allah'ım sağ olsun. Rahmet teşekkür ederiz. Балаларыңыз алтындай болсын. Папа екеуіңіз мәдениет пен
Бағилаға той жасап беріп жатсыздар ғой. Алла жазып, Алла бұйыртса, енді мәдениет пен Бағила сіздерге той жасап беруді Алла нәсіп етсін. Ресторанға кіріп келген кезде бүгінгі тойдың иесі Қали ағамыз айтып жатыр, ай бала, бүгінгі тойға өте бай меймандар келеді деді. Мен енді байқап отырмын, өте бай меймандар жиналып қалыпты. Бай деп енді дүние мүліктеріңізді, ақшаларыңызды айтып тұрған жоқпыз, көліктеріңізді айтып тұрған жоқпыз. Бай деп мәдениеті бай, бай деп руханияты бай, бай деп көңілі бай, құшағы, туысқаншылдығы, мынандай бауырмашылдығы бай меймандарды айтып отырмыз. Кезінде Базар Жырау бабамыздың өзі айтқан екен, мұсылманшылық кімде жоқ, тілде барда дінде жоқ, көшпелі дәулет кімде жоқ, бірде барда бірде жоқ деген. Ендеше бай меймандар той құтты болсын. Үш жұрттың ішіндегі ең туысқаншыл жұрт, бауырмашыл жұрт қай-қайсымыздың болса да нағашыларымыз ғой. Өйткені мамамыздың бауыры, анамыздың бауырлары. Сол анамыздың мейірімінде екен ғой нағашылардың мейірімі. Қазақтың туысқандығында нағашылардың алатын орны Асқар Алатаудай. Ендеше сол түп нағашыларды, сүт нағашыларды тойдың сахнасына ортаға шақырайын. Келіңіздер, үлкендеріміз Кәмилә Қаршыға, Жанар Қаматай Амангелді, Алтын Тұмар, Галя Амантай, Ханзада, Төлеген Меруертдей түп нағашы бастайды, және де өз нағашылары Халық Баян Айжан Күлғайша, Жексе Күлмәрия, Серікқұл Кенже Айдар, Берік Мархабат Әли Айдана, Еркебұлан Әлия, Жұбайбек Айғайша, Қайрат Сәуле, Аманай Ардақ Сабыр, Бақытгүл Сико, Әсима, Жамбыл Зина, Жамбылат Сандуғаштай, нардай нағашыларды біз тойдың сахнасына шақырамыз. Келіңіздер! Ассалаумағалейкум, қадірлі нағашылар, құрметті нағашылар, қадірлі әкелер, құрметті мамалар, келін құтты болсын, жиеннің тойы құтты болсын. Енді бүгін тойда байқасақ бір 200-ге жуық адамдар дастархан жайылған, Аллаға шүкір бәрі келді. Енді ол 200 адам бәрі тілек айтса біраз уақыт болады. Сол себептен тосты да арамыздан 3-4 адам сөйлеп қалғанымыз тосты билесек бола ма? Мен неге өйтіп айтып отырмын нағашылардан, неге сұрап отырмын, өйткені нағашылар жоқ деп айта алмайды. Нағашылар жоқ деп айтуға аузы бармайды. Нағашылар мамамыз секілді мейірімді жандар. Мен өзім нағашыларым қолында өскем. Просто нағашылар біздің үйде тұрғаны болмаса, сол себептен қатты сыйлайды. Ер азамат атқанмен әкеміз тұр. Әкеміз бастап берсін, мамалар жалғастырады. Мархабат. Құрметті тойшылығы, құрметті құдалар, келген адамдарыңызға күн құтты болсын. Ал мынау бүгінгі той шығарған жердің аты негізі Қожы Түбек. Бұл төбет кімені кеме туған кезде аты Қожы Түбек, ол жердің туған жерім, қан жерім менің. Мен өзім Сарсағында, оныға Сарсағына барып тұрдық, әскердің солдаттары бізді шығарып тұрады, аяққа барасыңдар, онда бардыңдар келіп. Ол Сарсағында қолын істеу, Сарсағын мектебін бітіріп, одан кейін әскерден кейін Балқашқа барған жағдайым бар, сояқтан жұмысқа істеп, пенсияға шыққан. Ал енді мынау Қали болса, мына менің Сарсағындағы көршім. Жоғана Вереске бұның әке шешеміздің көрші болған, өзінің әмірдің үйіміздің арасында жақын. Мына тұрған болса, Әсемгүл менің қарындасым. Ал енді мына екі жасқа мәдениет қайтарым айналайын. Көп ойладық, көп болған таптың ой. Осы құсын құтты болсын, осы құсынды қолынан ұшырма. Өмірлер ұзақ болсын. Біздің бір Қазақстанның үлгілі бір жақсы елесі болыңдар, бақыт болыңдар.
Karim бүгінгі жолы құтты болсын. Ал балалар заңды некелерімен құттықтаймын. Бақытты болың. Енді мынау мәдениетте байлығымыздың тойына келіп жатырмыз. Біз жаңа айтып отырсыздар ғой, 100-ге келген апамыздың бауырымыз. Әсемгүл Қали, мына екі баланың тойы құтты болсын. Көптен күткен той. Енді сондарынан кішкентай қарадымылықтар келіп, сендерді немере шөбереге тойғызсын. Иә, барлықтарыңызға да осы жақсылық той бола берсін деп айтқым келеді. Баяғыда шапалақ болады мен қазір білмеймін. Ал жиналған мауым, оршы мауым, менің әпкем үйінде, жесем үйінде ақ киімі қаны жағылады. Бұл көптен күткен той. Құдалар алысқа келген. Қарапарыңыз онда жоқсын. Әрқашан жолдарыңыз ақ болсын. Осылай тек тойға келіңіздер. Ал енді әпке, кезде, мәдениетке қалай айтып жүріп ма, сирайыңызды үйленсіз, анау шешеміз әкеліп, соны жайып, жуылсын бұлай кішкене бұлай. Жүжелесі соқ тұр. Аллаға шүкір біліп, соғана жеттік. Ал енді, нейді, жезде, әпке. Екі баланың құрматтан шаңырақтарын әрқашан биік болсын, қосыраларың биік болсын, аспандарың әрқашан ашық болсын. Қазақстанымызда әрқашан тыныштық, мынау індет бүтінден кетіп, ал еліміз бәрі амандық болсын, әрқашан жақсылық болсын. Бүгін үйлену той болса, ертең бесік тойға жиналайық, осы қауымның бәрі. Әрқашан үйлерінің жақсылық кетпесін. Тұрмысқа шықпаған қыздарыңыз әрқашан жалғаса берсін. Үйлеріңізде әрқашан той болсын, осы халық тек қана тойға келейік. Той қойылмасын, қамбарсын осы балалардың қыздарының қоймаңыздар. Қасым келеміз, ақшасты, аққысты, әке болыңыздар, немере сүйіңіздер, шебере шөп сүйіңіздер. Той болсын. Нағашылары жаңа осы ауылдың үлкендері тәте өлең айтты. Біз солай қаламыз ба деп маған мына өлең бұйырып тұр, кешіріңіздер енді айтып келмеп сонда да айтайын енді. Бағана айтып келгем. Той жасаған ауылым, думандатқан бауырым, бауырымның тойында айтам өлең тәуірім. Балқаш менің жайлауым, сазнабие байладым, Қалишанның тойында бұл құстай сайрадым. Айтты енді өлеңді ұрғылменің ақы, ақ түйенің жүректе үлпілдемін әлеулім. Көпшіліктің алдында өн салғандай ақы, жолға түскен жорғадай бүлкілдейтін әлеулім. Жүгіріп шықтым белеске, елес жақын келеспе, отырған орнырып тұрған ебетелеспе. Ақып келем асудай, шашып келем шашудай, тағы той болсын, шаша келем шашудай. Біздің кигені қызыл бешпет түймені, әпкемізге тиіспеңдер, қол шалының сүйгені. Мен байқап отырмын, шыққан адамның бәрі шетінен өнерпаз. Өнерлі ордаға келіппіз ғой. Мен неге айтып отырмын, өйткені бұл жиендеріңіз халыққа қызмет етіп жүрген азамат. Мен жаңа әкемізден сұрап біліп жатырмын. Елдің, отанның
Tanıştığım güzel bakkan azamatlarının biri. Medine yollarımız. Osunda yollarımızın kuanışı kutlu olsun. Elimizde aytsak da jarasındı. Tilegimizde aytsak da jarasındı. Öykünü bu toydu sağınıp küttük, angsap küttük. Bu azamatna Alihan Bökeyhan'day Kazak'ın alıp azamat aytkan ultqa hizmet etip bilimden emes, minezden degen. Minezli ullarımыздың көтерген шаңырағы биік болбай, аттарыңызды шығаратын ұлдарыңыз көп болсын, аты шықпаған қылықты қыздарыңыз көп болсын. Той қорғалы болсын, жастарыңыз бақытты болсын, тойдан тойға жетіңіздер, аман болыңыздар. Мен бір 103-ке келген кемпірдің немересімін, 100-ге келіңіздер Алла. Апа не істейміз? Әнімізді айттық, тілегімізді айттық. Бір жеңгеміз жаңа би болса деп кетті бізге, қол болса. Биге суретке түсіп аламыз ба? Суретке түсіп алайықшы, келіңіз, аға келіңіз. Мамамыздың туысқандарымызбен өзіңіздің нағашыларыңыз ғой. Бір естелікке әдемі болып, күшті болып, прическаны көрсетіп, көйлекті көрсетіп, ішімізді тартып бір фотоға түсіп алайық. Мына жаққа қараңыз. Нағашылар билейді. Nağaçlar birliğiyle, nağaçlarımızın hürmetine. Bilmeyin nağaçlar. Rahmet. Rahmet. Ha жайғасайық ағайын. Көрнекті қыздардың ортаға шақырайын сіздердің құрметтеріңізге. Хорезм биін, Андижан, Полька сіздердің құрметтеріңізге.
işler koy. Medine dostum bir ay burun sonunda Danyar Priyazyors'da toy жасайын деп жатырмыз, үйленіп жатырмын. Тойға басы қойыске қаншаға келесің дейді маған. Мен айтпаймын, білмеймін, $1000 барайын деп едім, Бағила телефон жұлып алып ұрысты ғой. Ақшаға құныққан бәле. $1000 деген 500 теңге емес пе деп. Сонымен құрметті ағайын, бүгінгі тойға Бағиланың бір ауыз сөзін, мәдениеттің бір ауыз сөзін жерге тастамай, әкеміз бен анамыздың қуанышына $1000 емес, 1000 теңгеге келдік қой. Күшті түзек Samsung телефоны. Ұнытып алу үшін енді ойынға, тойға қатысып отыру керек, атсалысып отыру керек. Сосын сол Samsung-тың кредитін төлеу керек екен, сондай әндер бар екен. Орында тұрып, Бағиланың құрметіне бір тілек айтып көрейікші. Бағила орныңыздан тұрып қойыңызшы, бір сәтке. Анамыз бен әкеміздің қандай келіні болсын. Ең күшті оригинальный айтқан адамға бірден приз беремін. Инабатты келін болсын, мейірімді келін болсын, сосын адал келін болсын, сосын көп балалы ана келін болсын. Өте орынды. Сол өте орындау деймін, е? Әнші? Шатастау. Дана келін болсын, о. Сосын ақылды келін болсын. Сосын мейірімді бұйла. Сосын пысық келін болсын. Мәдениетті келін болсын. Сосын достары, коллектив, что скажете? Сыйлы, қадірлі келіні болсын. Өте орынды. Әйел адамда шықты. Қандай келін болсын? Қасқыр келін болсын. Қасқыр келін болсын. Қасқыр келін болсын. Құдай сақтасын. Сосын ең күштісі осы көкемдікі болды. Ең күштісі. Қалғаны Бағиланың бойынан табылып тұр. Ақылдылығы, мейірімділігі, сыйласымдылығы, оның даналығы да Алла бұйыртса көрінеді. Қасқырлығын білмеймін енді. Көкемді ортаға шақырып, Христостың бершіңіз көкем. Мә, не деген разгон мынаксың? Алдыма келеді, түгел. Молодец. Жасыңыз нешеде? Шындықты айтыңызшы. Жасыңыз нешеде? 25. Жоқ, қандай өзіңіздің мақұл класстастарыңыз қай жылғы? 5-5. Ой, ағам қылшылдап тұр ғой. Менен жылдан ғой ағам. Мен мысалы 30-дан, бір ағам менен жылдан. Өйткені бұл кісілер 90-шы жылдың жастары ғой. 90-шы жыл, хитовый жылдың жастары ғой. Есіміңіз кім? Қайрат. Қайрат аға, сіз бұл әулетке қандай туысқан, қандай? Сүйікті қыздарын алып отыр, 5 жыл бұрын. Құдасыз ба? Бауым. Енді 5 жыл бұрын ұлы жүз өкшілердің қыздарын алсам әжері жақсы. Енді мен де ұлы жүзмін, бір қызымызды алып отыр. Бағила деген қарындасым. Какой привет, Қайрекеңе приз табыстауға рұқсат етіңіздер. Ардақты ағайын, міне. Бағалаға айтқан сөзіңіз үшін, ортаға суырып шыққаныңыз үшін, мынау құдағи бар ғой жерлесіне. Құдағиға деген
Sıyımız olsun toy iyiler tarafından. Yegizek paylayın çıkan çıkamızda. Rahmet. Rahmet. Oyma. Medeniyet yap şoke. Medeniyet kanday jigit. Jigitni buzun geçirip betine maqta deyip kazak. Бірақ енді мәселен бұзып тастау емес, құдалар естіп отыр ғой, қандай азамат екенін. Осында жолда ұстап отыр, айта отырсын. Қандай жігітке қыздарын бергенін көзайым болып отырсын. Олар елдің балдары бірін-бірін батырды. Қандай жігіт? Сері жігіт. 7 қырлы емес, негіз 8 қыр ғой. 8 қырлы бір сырлы. Сосын супер, универсал. Мәрт жігіт, красавчик, ішпейді, чекпейді, жігіттің сұлтаны, ең бақытты жігіт. Ау! Жаңа ішімдік жедеп бердім. Sonra айтып қолды. Бағиланың бағы! О! Молодец. Сосын, сабырлы, спокойный, серьезный, мен сияқты. Атына затсай. Құдалар естіп отырмыз ба? Сосын мәдениетті. Кеш брат, өзі. Егер кепке келген біртүрлі болсын. Атыңыз кім? Нұржан. Нұреке қай жақтікі? Ауылдікі осы Саша. Үш жердікі, местный. О, зема. 3 сөзбен бәрі айтып жатыр енді. Мықты жігіт, сері жігіт, ақылды жігіт, ақ көңіл жігіт, абыройлы жігіт, 8 қырлы, бір сырлы, жігіттің сұлтаны, бір сөзді, әке-шешесін қадірлейтін, туысқанын құрметтейтін досқа сыйы ерекше азамат деп айтып жатыр. Охотник, құсбегі, атбегі деп айтып көмел бар, айтып берсінші. Қандай жігіт? Ең ақылды, мәдениетті жігіт. Сол? Жалпы бұрыннан танисың ба? Бірге туғанымыз білетінбіз. Бауырсыңдар ма, досы ма? Досы. Досы. Бірінші класстан, қай класстан? Бірінші класстан келе жатқан досы айтып жатыр Нұрекең. Ең ақылды, мәдениетті жігіт дейді. Келісесіздер ма? Рахмет, Нұреке. Тойдан тобықтайсың. Бірде берейін ба? Әке, мен енді байқап отырмын, мына жақта 2-3 стол достар отырмыз ғой, достарымыз коллектив отыр ғой дейме? Бір андай бір достардың ішінде Нұрекең сияқты бір шустрый, бір танцевальный, позитивный бір адамдар болады ғой бір. Жаңа көкім Қайрат ағам сияқты бір любой нәрсеге бір төселек ететін. Кім бар? Атын аташы, ортаға шақырам. Бір биге жақын. Жандос! Ассалаумағалейкум жеке. Қалыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Қай жақтансыз? Шаған. Саршаған. Үйленгенсіз ба? Әйеліңіз қай жақтан? Сарыағаш. Сарыағаштан. Зема. Жандос деген жігіт досым любой нәрсеге дайын дейді. Мен сізді бір шештіріп, ондай бір ештеңе істеп просто билетем болған. Жеке, любой дейді. Любой, ренжу, ана мына жай. Мен қайтамай жүрмеймін осында бір жазды. Кім жазды, не? Бұлай болады, сіздің жеке өзіңіздің биіңіз болады. Жеке меншік өзіңіздің ғана. Ол би мынандай болады, музыка шығады, сіз ортада билейсіз, бітті. Түк қиындығы жоқ. Ер жалғыз өзіңіз. Нормально ма? Көрейік, ал. Кәл! Жібер! Билер!
Lan mırtı olmasa mırtı var ekin bu. Бұл жеке өзіңіздің музыкаңыз. Бұл музыка шырқалап, ести саласыз, ортаға жүгіріп шығасыз, сақ. Билейсіз, кетесіз. Бітті. Далада жүрсеңіз де музыканы дауыс шығарып, ортаға шығасыз, сақ, билейсіз, кетесіз. Бітті. Тос болып жатыр ма, той болып жатыр ма, ештеңеге қарамайсыз, ортаға шығасыз, билейсіз, кетесіз. Бітті. Болды ма? Красавчик, молодец, міне. Осы бұл. Сіздің бағана айтқан досыңыз, жан дос деген. Атына заты сайын. Все, және болған осы түсіндіріп қойын. Музыка шығады, ортаға суырып шығасыз, сақ, билейсіз, бітті. Шапалап қойыңыз жекеге. Молодец. Ой. Енді рахмет, енді мен торайларды сойғызып, ағдастархан жайғызып, Приозерскінің төрінде, ресторанда шерін түсіріп, марқайып атқан ата ене болып жатыр біздің әке-шешеміз. Ортаға шақырып рұқсат етіңіздер, келіңіздер. Ахметқали көкеміз бен Гүлбағила мамамыз. Рахмет аға. Төдірайып өздер шапалақ ұратжар музыкасыз. Келіңіз құтты болсын. Жалпы неше жыл болды аға үйленгеніңізге? Шындықты айтыңызшы. 39 жыл болды ма? 39 жыл болып мәсен астырайын шөп бақылы. Анау, мәке анау, еңілікті, кебекті, абайды шәкәрімді алысқа кетпей қойын. Міне, мамамыз бен папамыз секілді семья болсаңыздар, мынандай семья боласыздар. Мен оған көзім толық жетіп тұр. Өйткені туысқанға, досқа, осындағы келген мейманның ешқайсысына қабақ шыққан байқамадым бағана. Бізде кіріп келген кезде бір тойдың иесінің жүзіне қарап бір ләззат алдық. Тойдың иесінің ниеті қандай, тойдағы адамдардың пейілі қандай, тойда сондай болады екен. Тойларыңыз Аллаға шүкір керемет өтуге тиісті, міндеттіміз сіздердің тойларыңыз өткізуге. Енді қыз беріп, сіздердің әулеттеріңізде барлығымыз қуануға бір себеп болып отырған тойдың төріндегі мен құда менен құдағи шақырғым келіп отыр. Бір мамаларды, аналарды бір отдельно ортаға шақырып, бір ел алдында таныстырып қоя ештен. Бағиладай айдай сұлу қызды дүниеге алып келген алтын құрсақты әзиз анасы тойдың төрінде отыр. Аманша құдағи орнынан тұрып қойсыншы. Аманша құдағи орнынан тұрып қойсыншы. Құдай екеумізді бола ма? Болады ма? Құда мен құдағи ортаға шақырайын. Ананың, әкенің, папа мен маманың, құда менен құдағиның тілегін тыңдайық. Келіңіздер. Аманша құдағи және де құдамыз бар ма? Ағалары болса да болады. Келіңіздер. Мен толық біле алмадым. Апамыздың қасына бір ер азамат шығатын бар ма? Келіңіз. Құда! Әке орнына әкеліп шақырып жатыр маға өзімізді. Өйткені қыз беру оңай емес. Қыз қонақ дейді. Қыз бір ұлттың намысы, бір елдің намысы дейді ғой. Намысты қыздарымыз мінекей тегін тауып. Керуен жаяу болуы мүмкін, бірақ жалғыз болмас деген қазақта бір қағидалы сөз бар. Ендеше осы ауыл екі ауыл құда болған екен, балаларға бір ақ тілектеріңіз тыңдайық, ананың әкенің ыстық лебізін тыңдайық деп ортаға шақырып отқан жайым. Құданың тілегі болсын, апамыздың тілегі болсын.
Merhaba. Құрметті кешке жиналған қонақтар, міне барлықтарыңызға белгілі біздің қарындасымыз бен күйеу баламыздың әке еңбектің басқосу кешіне жиналып отыр екенсіздер. Осы кешті пайдалана отырып, барлықтарыңызды бүгінгі тоймен құттықтаймын. Құда-құдағай тойларыңыз құтты болсын. Ұзағынан сүйіктің қосылған екі жасыңыз бақытты болсын. Өсіңдер, өміңдер, үлкен семья иесі болыңыздар. Деп дейміз басқа. Деп бағып дейміз. Ellerim sağ olun, boyuna tutanlar, kızıklı var, nimleri var, bundan götürüyor var. Birbirine, en yaşlı versin, yolunu versin. Kudayla çoğular, bir maşakçısı verin. Sonra yolunu versin. En bir çağın canlı. Buraya gidildim, kudayla çoğular, milyon var. Bazılar her zaman olsun, cihan gelgenler olsun, falanın oyuna yaratılsın, yakın yolunda yakın bağlıklarını varsın, bu sizi tüketmesin, oyuna geçsin. Biz de toylarını veriyoruz. Kim ki bana baktık olsun, atana, babasına şamanlık demeydi o. Ondan buna ilgili olan baktık onu, kapsanın armalarına geldim. Şimdinin kim olmayı bütün simyalar böyle olsun. Kazakistan'ın yarısı simyalar böyle olsun. Vakit olunca da göre. Sen de değil, Anası var kız sulu, şerbet şeker, әкесі бар жігіттің жебесі тастан өтер деп бұқар жырау боламыз. Мінекей баланы өсіріп, өндірді, жаңа айтып жатсыз 20-ға жоқ немерем бар, шөбереңіз бар екен, Аллаға мыңда бір шүкір. Солардың қызығын көріп жатсыз, өйткені адам ақылымен сымбатты, ұрпағымен қымбатты дейді қазақ. Ұрпағыңызбен, ұл қыздарыңыздың жемісін жеңіздер. Құдалықтың үш белгісі болады дейді қаз дауысты Қазыбек би. Біріншісі танысып, ет жақын білесу, таныстық, білістік, дәм түзіміз жарасты, Аллаға шүкір. Одан кейін құйрық бауыр асасу дейді. Құйрық бауырымыз да асасты, құдалықтың табыр рәсімі өтті. Одан кейін үшіншісі төс қағыстырып, мыңжылдыққа серттесіп, көрген жерде амандық сұраған кезде ұшақтасатын туысқандықтың белгісі болсын. Бола ма? Бір әкемізбен екі құданы ел алдында бір құшақтап, бір-бірімізді құттықтап, құдам менің көзіміз тестіріп қойғыш. Құдалар. Енді мамалар көп жерлерді айтып жатады, екі бала бақытты болса, бізде бақыт өтірік нәрсе. Екі құдағи бақытты болса, екі бала ешқайда кетпейді. Ал сіздердің бақытты болатындарыңызға ешкімнің күмәні жоқ. Бір құшақтап апамыздың бетіне сүйіп қойыңыз. Азыр ғана тірпіші қаланып келе жатқан бұл сап сыйластықтарыңыздың ғұмыры ұзақ болсын апа. Осы ауылға тек қана тойға ғана шапқылаңыздар. Осы әулетке Алла бұйыртса бесік тойға келуді жазсын. Сондай бір бағиланың артынан осы әулеттен алғысын, бата тілегін, істі ықыласын ғана естіңіз. Екі бала бақытты болсын ба? Болсын. Берекелі болсын ба? Болсын. Балалары көп болсын ба? Болсын. Екеуі әрдайым сіздерге бастарын иіп тұрсын ба? Тұрсын. Екеуінен тараған оншақтың немереңіз алдыңызға келіп, ата немер келіп шаптырып сейіп тұрсын ба? Болсын. Құдай сөңгі жеткізсін. Қалып айтса қалып айтпас. Сұрақ көрейін не дейді екен? Тойлықты болсын ба? Болсын деңіздер. Балалар бақытты болсын ба? Бай болсын ба? Балалары көп болсын ба? Құдалар тату болсын ба? Ол айтып тұрған қамаданында тойы көп болсын ба?
жатқан теңгелер долларлармен тең болсын. Bir aydan soң 1 теңге 100 доллармен тең болсын. Сөйтіп әлгі долларлар теңгелерге жем болсын. Мәдениет бауырын бай болсын. Төрттілігі сай болсын. Қалтасы Швейцарияның банктеріне тең болсын деп жақсылап болсын. Ата-аналарым рейстерге суретке түсіріп алсақ, асылайын болған екен. Сөз арасында қазір құдаларды отдельно шақыратын боламын. Ұрылып жатқан шапалақ сізге көрге шықсаңыз болады. Көптөлеген қарагемен алдарыңызға ет табағымыз тартайық ардақты ағайын. Сіздердің құрметтеріңізге арнайы әзірленіп дайындалған үлкен ас. Үлкен ас. Құдағыбас, құдағыйға жанбас. Құдаларымыздан асқа балы сұрайын. Құдадан үлкен асын баласын сұрайын. Дастархан беріп қойдыңыздар. Көтерейік білекті, жаратқан ем берсін тіректі. Әумин. Алла берсін, береке отбасына ниеті, достар күлді дұшпандар еңбек жас қосысын жасына, бас қосысын басына, жасыменен жайсаңдар жинала берсін қасына. Осылай әрқашанда жақсылық тойы болсын, балдар бақытты болсын, қарекеттің отбасында әрқашан думанның бір көп болсын. Әумин айтқаныңыз келсін. Әумин дегеннен кейін 2 сағат арақ жүру болмайды. Астарыңыз енді болсын ардақты ағайын. Табағы өстіріліп болса, тоймай ханға да сәлем бермейміз ғой. Енді